Кеңес үкіметіндегі архивтің ескі кадрлары емес. Бұл жаңа Қазақстанның бір ғасыр болған құлауға шақ тұрған мектебі. Это Казахстан, детка. Алматы іргесіндегі өркениеттен қалыс, билік назарынан тыс қалған ауылды көруге дайынсың ба? Арнаға жазыл, лайк бас. Мал монологын бастайды. Алматы облысындағы Сарыбұлақ ауылының соры беселі. 1931 жылы салынған тапал ғимаратта әлі күнге оқушылар білім алады. Қызы кезінде осы мектепті бітірген. Бұл күні ақ жаулықты әжелердің шөбересі оқиды. 50 жылда ел жаңа деген мақалдың мына елді мекенге қатысы жоғау. Өзімнің балаларым оқыды, енді немерелерім оқып жатыр, енді шөбелерім оқиды. Енді бос мектепте. Оған енді әкімдер де емес, әрине министрлер де кінәлі емес. 30 жылда бір ауылды бір мектеппен жарылқай алмай жатқан еліміз қай бетімен өзін дамыдық, өзгеден оздық дейді. Қазанды қақпақпен қанша жерден жапқанмен бір күні қайнаса тасырын қаперіне алмай ма? Халық сөйлеу құқығы жоқ. Тек қана шенеуніктердің ғана сөйлеу құқығы бар. Ал мына халық сонда не мәңгүрт па, адам емес па? Күйі кеткен мектептің не асханасы, не спорт залы жоқ. Жаңа бағдарламамен оқыр жабдығы да жетіспейді. Көк жәшіктен күнде билік бөлінді деп бөсетін бюджеттің бұл жаққа жұғыны да жетпеген. Арам тамақтардың әлі тоймауынан қара халық қиналып жатыр. Қарызы бастан асқан қайран қазақ, сен осы егеменді елдемісің? Сайлау алдында қымбат туфлиімен ауылдың батпағын басқан, аузынан қырық өтірігі шыққан депутаттар неге үндемейсіңдер? Мал ғұрлы маңырап қояр қауқарын жоқ па? Сайлаудың алдында үйіп төгіп барлығын беріп кетті. Өстейміз, бүйтеміз деп. Барлық депутаттар, басшылар келіп, үйіп төгеміз деп кетеді, өнінген ешқандай қорытындысы жоқ. Мы наебщики. Сарыбұлақтан 7 шақырым жердегі Ақтоған ауылында да осындай жағдай. 30 жылда бір жаңа мектеп салынбаған. Ауылдан бұдан кейін қалай адам көшпесің? Жас маман бармайды деп несіне ренжисің? Көз алдындағы мынадай масқараны біле тұрса да, меңіреу күй кешкен үкімет ауылды өсіруді емес, өшіруді көздейме сонда. Шірік жүйе жемқорлықтан арылғанша кемі қазан жаңаратын уақыт қажет-ау. Еде, арнаға жазыл, пікір қалдыр. Малдың айтары алда.